Қош келдіңіздер қыздар менің YouTube каналыма. Бүгін сіздермен шагане тортын пісіреміз. Бізге керегі жұмыртқаларды жақсылап жуып, сыртын тазалап сүртеміз. Жұмыртқаға шекерді салып, аппақ үлпілдек болғанша миксерлейміз. Жұмыртқалы массамыз дайын болғанша біз мына балдың үстіне қопсытқышты және ас содасын салып араластырамыз. Осы жерде үстіне сұйық май құямыз және ыстық су құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Бұл массамыз үлкейеді екі есе. Енді осыны жұмыртқалы массаның үстіне құямыз. Енді жұмыртқалы массаға миксерсіз, тек силиконовый лопаткамен астыдан үстіге қарай біркелкі болғанша араластырамыз. Және бұл жерге елгезектен өткізілген ұнды 3-4 бөлікке бөліп, осылай жақсылап араластырамыз. Дайын болған массаны 2-ге бөліп, қызып тұрған пеште 170 градуста пісіріп аламыз. Өте нәзік, үлпілдек, әдемі болып піседі. Ал енді кремін дайындаймыз. Бізде вареный сгущенка, менде 3 желания. Осыны табаға салып, ағарғанша миксерлейміз. Және осының үстіне 33%-дық кілегейді құйып араластырамыз. Ескерте кететін жайт, бұл жерде бұл крем сәл ұзақтау дайындалады. Креміміз жұмсақ, әдемі болып шығады. Бұл крем өзінің қалпын ұстайды, бірақ дәмі өте ерекше болып шығады. Бисквиттарымыз дайын, әбден суыды. Енді осы бисквитті 2-ге бөлеміз. 4 бисквит болды. Кольцомен жинаймыз тортымызды. Сонда бір тегіс әдемі болып шығады. Осының үстіне кремімізді салып, тегістеп жағып шығамыз. Менде осындай жаңғақ, грецкий орех. Осыларды сеуіп шығамыз кремнің арасына. Крем жағып, жаңғақ сеуіп, және үстіне бисквит қойып, солай қайта-қайта үстіне жинап шығамыз. Тортымыздың сыртын тегістейміз. Кремді осылай жағып шығып, шпажкамен бір тегіс қылып, тегістеп шығамыз. Креміміз жұмсақтау болады. Салқын жерде дайындалған дұрыс. Крем өте нәзік. Үстіне ганашымызды құйып, кез келген жеміспен, немесе конфеттермен сәндейміз. Ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше. Ауызда қалатын дәмін. Ас болсын.